Сәлеметсіздер ме? Диди Крочет каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен комбинезон тоқитын боламыз. Ол үшін бізге керек осындай детский гипоаллергенный жіптен. Менде комбинезонға осындай 4 мат болып кетті. Көк түстен және де темно-синий жіптен біреу кетті. Не себепті біреу? Бұл жаңа шетін, комбинезонның шетін тоқу үшін қажет болады. Және де крючок номері 2. Қалған схема жаңағы мен қандай өзім размерді тоқитынымды барлығын көрсетемін. Схеманы айта кетсем, видеода схеманың жаңағы қатары жаңағы біз тоқыватқан қатармен тура келмейді. Себебі ол схемада бірінші қатар, екінші қатар деп белгіленген. Узор қай қатардан басталынды, сол қатардан басталынып белгіленген. Так что бізде бірінші қатарды біз тоқып болғаннан кейін екінші қатардан бастап узор басталады, ал схемада узор сол екінші қатардан көрсетілген. Мен барынша жаңағы, яғни получается схема бір қатар артқа қалып отырады. Яғни біз үшінші қатар тоқып атсақ, схемада екінші қатардың сүйретін жаңағы узорын қарау қажет. Соған мұқият болыңыздар. Ал ендеше кеттік. Комбинезонға қажет өлшемдер. Міне қараңыздар. 3 айлық балаға мойын орамы 22 см, кеуде орамы 47. 3-тен 6 айлық балаға мойын орамы 23, кеуде орамы 49. Дәл солай 9 айға дейін, 12 айға дейін барлық өлшемдер. Мен бүгін 6 айлық, 3 айдан 6 айға дейінгі балаға тоқитын боламын. Міне 23 см, оған плюс 10 см қосамыз, 33 см болады. Кең емін еркін қолдану үшін 10 см қосылатын болады. Тең 33 болады. 33 см примерно ВП деген воздушный петля, бос ілмек, яғни 90 бос ілмек алатын боламын. Ол 90-нан осылайынан 4-ке бөлеміз. Жаңағы осы бүкіл жаңа бос ілмек аламыз ғой, сол бос ілмекті осылайынан 4 бұрыш жасасақ, сол 4 бұрыш 90-нан 4 аламыз, яғни бұрыштарына бір-бірден кететін болады. Сол үшін 4 аламыз, 86. 86-ны 10-ға бөлсек жаңағы 8,6. 8,6-ны 2-ке көбейтеміз, 17,2. Бұны округлять етеміз. Жаңағы 17 еткен бізге мына қолдарына, қол тоқатын реглан жаңа жеңіне 17 тақсан болу керек, жүп емес, тақсан болу керек. Сол себепті осылай 17-те 17 қылып аламыз. Яғни 86-тан енді 2 рет 17-ні алсақ 52 қалады. 52-ні арғара 2-ке бөлем 26. Яғни міне 26, және мына артқы бойы, мына алдыңғы бойы 13-те 13 болып қалады. Сіздер, мен примерно 33 сантиметрге 90 қылып алдым. Сіздер мысалға 6-тан 9 айлық балаға дейін 24-те, жаңағы 34 болады. Сіздер 100 қылып алсаңыздар болады, 110, 105, мысалға әртүрліге келеді. Сіздер примерно өздеріңіздің жаңағы тоқитын балаларыңызға келтіріп аласыздар. Мен мысалға мына 6 айлық балаға, ал 3 айлық балаға кішкене 85, может 80 қылып алсаңыздар болады. Приблизительно, бірақ размері келу керек. Ал ендеше бастаймыз. Ол үшін бізге жіп, менде детский гипоаллергенный. Да алып, бос ілмектен 90 қылып аламыз. Сіздер өз алатын жаңағы нелеріңізге байланысты қылып алыңыздар. Мен 90 аламын пока. Осылайынан өзіміз 90 бос ілмек аламыз. Мінекей мен 90 қылып алдым. Енді осындай маркерлар қажет болады. Маркерлар жаңағы
мына 4-ке бөлеміз ғой біз. Осы 4-тің әр жеңнің жеңге өтетін жерлерін белгілеп қою үшін қажет болады. Ал ендеше 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Яғни 14-сіне осылайынан белгілеп қоям. Әрмен қарай 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18-сін. Белгілеп қоям. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27-сін. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18-сін. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 қалу керек мінекей. Бізде ровно 13 қалды. Әрмен қарай қазір уже тоқитын боламыз. Мінекей қараңыздар, бөлдік. Енді тоқып бастаймыз. Тағы да бір бос ілмек алып, келесіне міне бос ілмек алдық қой, келесінен бастаймыз. Ілмексіз бағандар. Ілмексіз баған дегеніміз столбик без накида. Осылай ілмексіз бағаннан осы маркер мен белгілеп қойдық қой, біз осы шетке дейін тоқып алып келеміз. Ары қарай көрсетем. Мінекей алып келдік. Енді осы келесі маркерға дейін тағы да ілмексіз бағаннан келесі маркерға екеу жетпей, яғни мына маркер тұр ғой, бізге осы маркер тұрған жерге дейін екеу қалғанға дейін мынау осы шетке дейін тоқып алып келеміз. Ілмексіз бағаннан екеу қалғанға дейін алып келдім. Енді осы екеуіне жартылай ілмекті бағаннан тоқимыз. Міне біреу, келесіне де біреу. Алына маркер тұрған жерге екі бір ілмекті бағаннан тоқимыз. Осы біреуіне, біреу, екеу. Әрмен қарай мынау келесі маркерға дейін бір ілмекті бағаннан тоқылатын болады. Маркерді шешіп алып тастасақ болады, өйткені біреуіне екеу тоқыдық, сонымен белгіленіп қалады. Осылайынан бір ілмекті бағаннан келесі маркерға дейін тоқып алып келеміз. Маркер тоқыған жерге дейін, тұрған жерге дейін келдік. Мына бізде мынау осы жеңнің жаңағы жеңнің қиылысына міне екеу тоққанбыз. Осы шеттен бастап бір ілмекті бағаннан тоқылды. Енді мынау осы шетке екі бір ілмек баған тоқимыз. Біреуіне, екеу. Одан кейінгі екеуіне жартылай ілмекті бағаннан тоқимыз. Біреу, екеу. Жартылай баған дегеніміз полустолбик с накидом.
получается. Енді әрі қарай ілмексіз бағандар, яғни столбики без накида тоқып өзіміз тоқып алып келеміз аяғына дейін. Әрі қарай қалай тоқитынын көрсетемін. Енді міне тоқып алып келдік қой. Енді келесі қалыптарды бастау үшін осы жіпті айландырамыз. Келесі бетіне біріншісі тұр ғой. Осы біріншісіне жартылай ілмекті баған тоқимыз. Полустолбик с одним накидом. Мінекей. И екі бос ілмек аламыз. Екі воздушный петля, яғни бұл екі воздушный петля жартылай ілмекті баған бізге бір ілмекті бағанды алмастырады. Әрмен қарай келесіне біз екі өрме тұр ғой, міне, осы өрменің қараңыздар. Біріншісіне бір ілмекті баған аламыз. Қалғанның барлығы осы келесі ілмегіне тоқылып отырады, яғни артқы ілмегіне тоқылып отырады бір ілмекті бағаннан. Заднюю стенку дейді ғой, мінекей. Осылайынан тоқып келеміз. Мынау бізде мынау реглан жаңағы маркермен белгіленіп тұр ғой, осы шетке дейін тоқып алып келеміз. Одан кейін сол маркер тұрған жерді көрсетемін. Маркер тұрған жерге дейін келдік. Сіздер қателесіп кетпей үшін санап отырыңыздар. Менде шетінде 13 болу керек, мінекей 13 болып қалды. Енді мына 14-сіне, яғни маркер тұрған жерге шеткі ілмегіне емес, екеуіне де бірдей бір ілмекті баған аламыз. Бос бір ілмек аламыз. Одан кейін тағы да сол жерге бір ілмекті баған аламыз. Яғни реглан жеңді белгілеу үшін осы шет. Көрдіңіздер ме? Міне. Енді ары қарай тоже артқы ілмегіне бір ілмекті бағаннан алып келеміз. Біз жаңағы тоқыған жеріміз бар ғой, екеу бір ілмекке екеу тоқыдық қой, мінекей бір ілмекті бағаннан, осы шетке дейін артқы ілмегіне бір ілмекті бағаннан тоқып алып келеміз. Мінекей мына екеу тоқыдық қой, екеу тоқылған жерге келдім. Осының біріншісіне екі ілмекті де алып, осы біреусіне үшеу тоқимыз. Үш бір ілмекті баған тоқимыз. Біреу, екеу, және де үшеу. Ал келесі екіншісі қалды ғой, соған ешқандай арттыру тоқымаймыз. Бұл шетке артқы ілмегінен бір ілмекті баған тоқимыз. Келесі жаңағы екеу тоқыдық қой, біз екі арттырма тоқыған біреуіне екеу тоқыдық. Мінекей. Маған негізі маркермен белгілеп түсіндірген дұрыс, оңай болатын сияқты сіздерге. Сіздер алып тасаңыздар болады. Мінекей осы маркер тұрған жерде екеу тоқылған. Сол жерге дейін тоқып алып келеміз. Бір ілмекті бағаннан артқы мына ілмегіне. Одан кейін ары қарай түсіндірем. Екеу тоқылған жерге келдім. Сол екеуінің біріншісіне артқы ілмегінен аламыз бір ілмекті баған. Ал келесіне үш бір ілмекті баған тоқимыз біреуіне. Арттырма, яғни. Келесін екеуін де алу керек. Артқы стенасын ғана емес, алдыңғы стенасымен бірге. Біреу, екеу, үшеу. Алдық. Енді ары қарай
тоже артқы стенасынан жалғасып кете береді. Мына маркер тұрған жерге дейін. Маркер тұрған жерде уже арттырма болады. Сол маркер тұрған жерге дейін тоқып алып келеміз. Мінекей маркер тұрған жерге келдім. Енді осыны артқы стенасынан емес, екеуін де алу керек. Екі ілмекті де, яғни бір ілмекті баған, бос бір ілмек, және тағы да бір ілмекті баған сол жерге. Яғни столбик с одним накидом, одна воздушная петля и еще одна столбик с одним накидом. Еще один, точнее. Енді ары қарай 13, менде 13 бір ілмекті бағаннан артқы стенасынан, яғни артқы ілмектен бір ілмекті бағаннан аяғына дейін тоқып алып келеміз. Екінші қатар аяқталды. Енді үшінші қатар үшін жаңағы айландырып, жаңағыдай бірінші тұрған бағанға жартылай ілмекті баған алып, екі воздушный петля аламыз да. Так, біреу, тағы да үш бір ілмекті баған, яғни біреу, бір ілмекті баған арғы стенасына, яғни бірінші бетін емес, келесі ілмекке біреу, келесіне біреу, төртеу тоқып алдық қой. Енді қараңыздар, енді үш бір ілмекті бағанға, қараңыздар, бір ілмекті бағаннан үстіңгі жібін емес, ортасындағы тұрғы ұзын, осы шетінен мінекей шығарып аламыз. Бұл не үшін қажет бізге? Бұл яғни өрме жасау үшін қажет бізге. Кіргіздім, шығардым. Тағы да біреуін көрсетейін. Мұнан шығардық, мына жағына кіргізіп алдым, шығарып алдым. Екіншісі, енді үшіншісі мінекей. Үшеу болды. Ары қарай мынау бізде арттырма болған жерге дейін бір бағанға екі бір ілмекті баған тоқығанға дейін артқы мінекей артқы ілмектен за заднюю стенку бір ілмекті бағанын тоқып алып келеміз. Сол арттырма болған жерге дейін алып келген соң ары қарай көрсетемін. Арттырма болған жерге келдік. Енді осы шеттің біріншісіне үш бір ілмекті баған тоқимыз, біреуіне. Үшеу. Бос бір ілмек аламыз. Келесі бар ғой бізде мынау. Осы екіншісіне де үш бір ілмекті баған тоқимыз. Яғни арттырма болған жерге біріншісіне 3 столбика с одним накидом, между ними одна воздушная петля, и на вторую также 3 столбика с одним накидом за обе стены. Қараңыздар, тоқыдық қой мына үш арттырманы. Осыдан кейін арада бізде 17 ғой. 17 менде жеңнің жаңағы ұзындығында 17 ілмек қой. Сол 17 ілмекті 17-тен үшеуін аламыз. 14 2-ке бөлсек 7, яғни 7 артқы стенасына жаңағы артқы стенасына 7 бір ілмекті баған тоқып алып келеміз. Сіздерде мысалға
сіздерде қанша екенін білмеймін, бірақ тақсам болу керек деп айттым ғой, жеңге міндетті түрде, чтобы узор түсу үшін қажет бізге бұл. Сол себепті мен 7 тоқимын, 7-ден кейін 3-еуіне узор саламын, ары қарай тағы да 7 бір ілмекті баған артқы стенасына тоқимын. Қазір 7-еуін тоқып алып келейін, ары қарай сіздерге көрсетемін қалай узор түсетінін. Мінекей 7-еу тоқып алып келдім. Артқы стенасына енді мына 3-еуін тура жаңағыдай, яғни мынау үстіңгісінен емес, мынау осы жіптен кіргізіп алатын боламыз. Узор үшін қажет бұл. Яғни өрнек салатын боламыз. Біреу мінекей. Екеу және де 3. Мінекей 3 алдым, енді ары қарай 7 қалады менде. Сол 7 арттырмаға дейін 7 қалу керек. Сол 7-еуін артысынан бір ілмекті бағанан тоқып алып келемін. 3 арттырмаға келдім. Енді сол 3 арттырманың біріншісіне артқы стенасына бір ілмекті баған тоқимыз. Келесіне 2 ілмекті де алып, осы ортасындағысына арттырма болады. 3-еу. 1, 2 және де 3. Сіздер негізі қателесіп кетпес үшін каждый арасына 3 арттырма тоқимыз, соның ортасындағысына маркер осылайынан салып отырсаңыздар болады, қателесіп кетпес үшін ол. Ал келесіне тоже артқы стенасына бір ілмекті бағанын тоқимыз. Әрі қарай осы арттырма 3 болды ғой, жеңге өтетін жерде 3 арттырма. Солға дейін артқы стенасына бір ілмекті бағанан тоқып өзіміз алып келеміз. Арттырмаларға келдік. Енді бірінші жаңағы арттырманың 3-еуінің біріншісіне артқы стенасынан бір ілмекті баған аламыз. Келесіне 2 стенкасында алып 3 бір ілмекті баған тоқимыз. Осы жаңағы артқы бойы, артқы бойы ғой, жеңге кететін жердің артқы бойы. Осы жет ешқандай өзгеріссіз осылай тоқылатын болады. Яғни сол себепті мен сіздерге 3 арттырма болады ғой. Сол 3 арттырманың ортаншысына всегда маркерді қоюға совет беремін, өйткені чтобы қателесіп кетпес үшін. Мінекей. Келесі 3-шісіне артқы стенасына бір ілмекті баған аламыз. Яғни, чтобы было понятно, здесь у нас 3 прибавки было. Из них на первую за заднюю стенку обычную столбик с одним накидом, а на вторую 3 прибавки с одним накидом, и на третью просто столбик с одним накидом за заднюю стенку. Осылайынан біз келесі жеңге келдік. Жеңді тура жаңағылай біз бөлдік қой, 7-еуін бір ілмекті бағаннан за заднюю стенку, одан кейін 3-еуін өрме жасадық, өрнек үшін қажет. Сол 7-еуін қазір тоқып алып келейік, одан 3-еуін тағы да көрсетемін. 7 бір ілмекті баған тоқып алып келеміз. 7 тоқып алып келдік. Енді узорға көшеміз. Біріншісі ілмекті баған
келесі бір ілмекті баған. Міне үшіншісі. Қалған жетеуін арттырма болғанға дейін, қалған жетеуін за заднюю стенку бір ілмекті бағаннан тоқып алып келеміз. Арттырма болған жерге келдік. Біз енді соның біріншісіне 3 бір ілмекті баған тоқимыз. Біреу, екеу және де үшеу. Үшеу тоқыдық. Енді арасына бір бос ілмек алып, келесіне тағы да 3 бір ілмекті баған тоқимыз. Тоқыдық. Енді армен қарай 13, менде 13 қалады. Бір ілмекті бағаннан артқы стенасына, жоқ, 13 емес, бұл жерде так артынан 3 және 4 қалу керек. Так, 3, 4, 7, азайтамыз, 13-тен 7-ні азайтсақ, 6, яғни бір ілмекті баған тоқимыз. За заднюю стену біреу, 2, 3, 4, 5, 6. Одан кейін 3 бір ілмекті бағанды мына жерден алатын болам. Біреу, екеу, үшеу. Қалған төртеуға, төртеуін бір ілмекті бағаннан за заднюю стенку тоқып бітірем. Мінекей төртеуін тоқып бітірдім. Енді арғы жағынан біріншісіне бір ілмекті баған тоқып, жартылай ілмекті баған. 2 воздушный петля алдым. Одан кейін тағы да 3 бір ілмекті баған за заднюю стенку. Біреу, екеу, үшіншісін тоқыдық. Енді жаңағы біз рельефный узор жасадық қой өрнеккеші. Сол жерді қалай аламыз, қараңыздар. Басы всегда осылай төртеу болып қалады. Біріншісі жаңағы бізге жартылай ілмек және де 2 бос ілмек бізге бір ілмекті бағанды алмастырады. Яғни төртеу. Қараңыздар. За заднюю стенку біз мынандай өрнек жасадық қой жаңа, мына жағынан алыпшы. Соны енді қалай жасаймыз? Біріншісін алмаймыз, екіншісінен бастаймыз. Мінекей бір ілмекті бағана, мінекей екіншісінен бастадық. Біріншісін алмаймыз, келесісін, үшіншісін тағы да алдық солайынан. Ал енді мына жаңа ең біріншісі қалды ғой, соны 2 ілмекті қылып аламыз. Біреу, екеу, мына үшіншісін солайынан аламыз. Біреу, 2 ілмекті қылып алдық. Сонда уже бұл бізге өрмеге ұқсап келе жатыр, көріп тұрғандарыңыздай. Әрмен қарай арттырмалар болды ғой. 3 арттырма. Соға дейін, 3 арттырмаға дейін артқы стенасынан бір ілмекті бағаннан тоқимыз. Енді сол 3 арттырманы қараңыздар қалай аламыз. Біріншісін
үстінен емес, рельефный узор деп атайық. Рельефный узор қылып мінекей алдық. Келесі ортасындағысына, яғни 3 арттырманың екіншісіне 3 арттырма тағы жасаймыз. 1, 2, 3. Келесін тағы да рельефный узор қылып аламыз. Бос бір ілмек аламыз. Ортасындағысына бір ілмекті баған аламыз. Тағы да бос бір ілмек аламыз. Одан кейін 3 арттырманың келесіне тағы біріншісіне рельефный узор жасаймыз. Рельефный узор дегеніміз, яғни осылай түсініңіздер, үстіңгі жағынан емес, ортасынан алынады, ілініп алынады, яғни. Келесі екіншісіне 3 арттырма. 1, 2, және 3. Және келесі рельефный узор. Мына уже узорға ұқсап келе жатыр, мынау косичкаға, ал мынау болса, мына осындай бір өрнекке ұқсап келе жатыр. Так, әрмен қарай, мынау 3 осындай рельефный узор жасадық қой біз. Сол жерге дейін артқы ілмегінен бір ілмекті бағаннан тоқып алып келеміз. 3 рельефный узорға келдік қой. Тура жаңағыдай енді осындай косичка сияқты өрме жасайтын боламыз. Яғни біріншісін емес, ортаншысын аламыз. Бір ілмекті баған жасаймыз. Келесін аламыз. Мен астыңғысынан алып жүрдім, үстіңгісінен. Яғни үстіңгісін ортасынан аламыз. Екіншісін аламыз. Үшіншісіне 2 ілмекті баған жасаймыз. Міне уже өрмеге ұқсап келе жатыр. Қалғандарын за заднюю стенку бір ілмекті бағаннан тоқып, мынау осы біз жаңа белгілеп қойдық қой. 3 арттырманың ортаншысына, осы ортаншысына дейін за заднюю стенку бір ілмекті бағаннан тоқып алып келеміз. За заднюю стенку тоқып алып келдік. Белгілем тұрған жерге 3 арттырманың ортасына дейін. Енді осы жерге қайтадан арттырма. 3, 1, 2, және 3. Қайтадан маркермен үшінші тұрғы, соның ортасын белгілеп қойымыз. Қалғанын артқы бойы дәл солай келесі маркерға дейін за заднюю стенку бір ілмекті бағаннан тоқып алып келеміз. Мінекей арттырмаға келдік қой, осы жерге алып тастадық. Осы жерге 3 бір ілмекті баған тоқимыз, арттырма. И ортасына, үшеуінің ортаншысына белгілеп қоямыз қайтадан. Дальше қалғанына за заднюю стенку тоқып алып келеміз. Рельефный узор болған жерге дейін. 3 рельефный узорға келдік. Енді
жаңа өрмеміз жасаймыз. Жағы ортасынан аламыз. Мінекей. Келесін аламыз. Ал біріншісіне 2 ілмекті қылып аламыз. И осы узор бар ғой, жаңағы арттырма, яғни үшеу, міне ортасына бос ілмек, үшеу, осы үшеуге дейін за заднюю стенку бір ілмекті бағаннан тоқып алып келеміз. Одан осы узорды көрсетем. И дальше ары қарай өзіміз тоқимыз қазір. Міне узор жасайтын жерге келдік. Яғни арттырмаларға соның біріншісі рельефный узор. Үшеуінің, үш арттырманың біріншісі рельефный узор. Келесіне арттырма үшеу. Біреу. За обе стенки аласыздар, артқы стенкасына емес, яғни екеуіне де аласыздар. Үшіншісі рельефный узор. Бос бір ілмек, воздушная петля, яғни ортасында жаңа бос ілмек бар ғой, осыған бір ілмекті баған, қайтадан бос бір ілмек, және де келесіне мына рельефный узор, біріншісіне, екіншісіне 3 арттырма, за обе стенки, ұмытпаңыздар. Біреу, екеу, үшеу. Одан кейінгісі рельефный узор, үшіншісі. И әрмен қарай өзіміз тоқып алып келеміз. За заднюю стенку бір ілмекті бағаннан на косичка болатын жерге дейін. Косичканы сіздер үйрендіңіздер деп ойлаймын. Жаңа рельефный ортасыншысы алады, келесі алынады, одан үшіншісіне 2 ілмекті баған. Егер де қателесетін болсаңыздар, жаңағы видеоны артқа айландырып, сәл қайтадан көрсеңіздер болады. Мінекей. Осылайынан узор болып тоқылып келе жатыр. Мінекей. Енді қазір аяғына дейін қалғанын өзіміз тоқып алып келеміз. Жерде мына өрме, жаңағы өрнек түсетін жерді рельефный узорды жасап алып жартылай ілмек аламыз да. 2 бос ілмек. Жартылай баған, яғни. Тағы да 3 бір ілмекті баған. За заднюю стенку, мен өзім уже ұмытып бара жатырмын. Кішкене қиындау, бірақ кім кішкене уже опытный, мен өзімді опытный демеймін, мен негізі бірінші рет тоқып жатырмын бұл комбинезонды. Осы епті маған да қызық болып тұр бұл узор. Басы әрқашанда төртеу осылай болып қалады. Ал енді рельефный узорға келіп жеттік. Соны алу үшін енді қараңыздар, біріншісін біз жаңа жасадық қой өрнек. 2 ілмекті баған қылып, содан аламыз. Мінекей. Біреу, келесін, екіншісі мінекей. И үшіншісі. Мінекей сонда. Қараңыздар.
екі бір ілмекті баған жасаған біріншісі, ортаншысы ортасы болып қалды, и үшіншісі болып қалды. Міне. Яғни дәп біздің қатарда тоқыдық қой. Үшінші қатарда. Сол тура үшінші қатар сияқты болып қайталанады ғой. Ал қалғандарын енді артқы за заднюю стенку осылайынан тоқып жалғастырамыз. Осы мынау өрнек болатын жерге дейін. Өрнек болатын жерге дейін келдік. Мына біріншісі рельефный узормен басталатын. Рельефный қылып тағы да аламыз. Одан мына 3 арттырма болды ғой, сол үшеуіне 2 за обе стенки бір-бірден бір ілмекті бағанын алып шығамыз. Біреу, екеу, және де міне үшеу. Одан кейін рельефный узор болған, сол рельефный узорды жасаймыз. Сон бос бір ілмек болған, ортасында бір ілмекті бағанға бір ілмекті баған қылып жасаймыз. И әнеке тағы да бос бір ілмек и рельефный узор. Рельефный узор и дальше 3 арттырмаға бір-бірден бір ілмекті бағаннан тоқып шығамыз. Біреу, екеу, үшеу. И төртіншісі рельефный узор. Дальше продолжаем солай за заднюю стенку бір ілмекті бағаннан на косичка болды ғой, сол узорға дейін. Косичкаға келдік. Сол косичканың біріншісі мынау. Жаңа біз екі бір ілмекті баған қылып алдық қой, сол болады. Одан кейін келесі ортаншысы. И үшіншісі. Яғни тура мына екінші қатар бар ғой. Сол екінші қатардағыдай болып қайталанады ғой. Ары қарай өзіміз тоқимыз самостоятельно до конца ряда. Потому что мен уже көрсеттім, артқы бой дәл солай жаңағы арттырмалардан 3 арттырма болады ғой, сол 3 арттырманың ортаншысы 3 арттырма болып қала береді. Артқы бой ешқандай өзгеріссіз. Одан мына косичканы уже білесіздер қалай тоқитын. Мына жерде мен көрсеткенмін. До конца өзіміз тоқып алып келеміз. Егер де түсінбеген жерлеріңіз болса, видеоны қайтадан айландырып қараңыздар. Тура мына басы қалай басталды, аяғы да солай аяқталынады. И ортасы ешқандай өзгеріссіз. Всегда 3 арттырманың ортасы 3 арттырма, қалғаны барлығы уже за заднюю стенку бір ілмекті бағаннан тоқылады. Мен сіздерге арнайы түсінікті болу үшін жаңа маркалардың бәрін снимать еткен жоқпын. Чтоб қателесіп кетпес үшін ары қарай өзіміз тоқып алып келеміз. Енді сіздер басын басталуын білесіздер. Жартылай ілмекті баған біріншісіне, одан 2 бос ілмек бізге бір ілмекті бағанды жаңа алмастырады. Одан кейін 3 бір ілмекті баған за заднюю стенку. И мына өрмеге рельефный узорға келдік. Біз енді рельефный узорды тура жаңағы 4-ші қатардағыдай екіншісінен аламын. Екіншісінен алдым, енді келесін аламын. И біріншісін
2 ілмекті баған қылып аламын. Осылай мінекей көргендеріңіздей осылайынан өрме болып, мінекей косичка болып шыға береді. Дальше так за заднюю стенку бір ілмекті бағаннан. Мінекей мынау жаңа узор түсетін жерге дейін жетпей, регланный узорға дейін жетпей біреу қалды. Соған осы біреусіне арттырма жасаймыз, екеу. Яғни біреуіне мінекей біреу, және сол жерге тағы да біреу. Сонымен екеу мінекей. Одан кейінгісі қалай жасалынады? Регланный узор қараңыздар, осы жерде міндетті түрде мұқият болыңыздар. Міне аллығы, регланный узорды аяқтамай, яғни бір ілмекті бағанды мінекей ілмек қылып қалдырып, келесін жаңа бір ілмекті бағанды алып, үшеу болған еді ғой алдыңғы қатарда, соның біріншісімен мына регланный узор екеуінің басын біреу қылып шығарамыз. Одан ортасына жалғыз біреуін өзін тоқимыз. И келесін тоже аяқтамаймыз. Аяқтаған жоқпыз. И на регланный узорды да аяқтамай, үшеуінің басын біреу қылып шығарамыз. Одан кейін жаңа бос бір ілмек аламыз. Одан жаңа бір ілмек болды ғой. Осы бір ілмекке бір ілмекті баған тоқимыз, және ортасына бір бос ілмек алып, қайтадан сол жерге бір ілмекті баған тоқимыз. Одан қайтадан бір бос бір ілмек алып, мінекей осылайынан енді дальше жаңа регланный узор, соны алдық, мінекей бір ілмекті баған аяқтамадық. Келесін жаңа за обе стенки бір ілмекті баған аламыз, тоже аяқтамаймыз. Мына үшеуінің басын біреу қылып шығарамыз. Одан ортасындағысына бір ілмекті баған, ал келесін бір ілмекті баған аяқтамаймыз. И регланный узорды алып тоже аяқтамаймыз. Мінекей үшеу болды, сол үшеуінің басын біреу қылып шығарамыз. На регланный узордан кейінгі біріншісіне прибавка делаем. Получается, арттырма жасаймыз. Міне за обе стенки біреу және де екеу. И бір ілмекті бағаннан за заднюю стенку мынау косичка болған жерге дейін алып келеміз. Косичка жасайтын жерге келдік. Жаңағыдай регланный узорға, яғни қайтадан біріншісін тастап, екіншісінен аламыз. Үшіншісін аламыз. Біріншісін екі ілмекті баған қылып аламыз. Столбик с двумя накидами деп аталады. Біреу мінекей, екеу және де үшеу. И әрмен қарай дәл солай артқы бой, яғни мына үш арттырманың ортаншысы арттырма болып, ешқандай өзгеріссіз осы үш арттырманың ортаншысы үш арттырма болып, өзгеріссіз тоқыла береді артқы бойы. И мына жақтарды көрдіңіздер, жаңағы дәл осылайынан, мынау біз басын қалай тоқыдық, и аяғы да дәл солай болып тоқылады. Осылайынан аяқтап өзіміз тоқып алып келеміз. Дағы 4 ілмекті алып тоқып алып келдім, бір ілмекті бағанда. Енді мына косичка жерге келдік. Косичкада яғына біріншісі екі ілмекті баған жасадық қой. Сол екі ілмекті баған біреу алынады, жаңа рельефный узор
одан кейін келесі екіншісі жаңағы өзгеріссіз. Үшіншісі болып қалады. Және мына узор арттырма болды ғой, екі арттырма. Узорға дейінгі, сол екі арттырмаға дейін келеміз. За заднюю стенку бір ілмекті бағаннан тоқимыз. Мен сіздерге жаңағы несін, схемасын қалдырамын. Кішкене үсті жағында шығып тұрады видеоны, сол схемаға қарап отырасыздар деп ойлаймын. Арттырманың біріншісі, екі арттырманың біріншісі за заднюю стенку бір ілмекті баған тоқылады да, ал келесіне арттырма болады. Біреу тоқыдық, міне екіншісі. Ал одан кейінгі үшеу бар ғой, сол үшеуі. Так, біз жаңа басын біріктіріп тоқып едік қой. Сол екеуін бірдей рельефный узор қылып аламыз да. Аяқтамаймыз. Одан кейін келесі бір ілмекті бағанды да аяқтамаймыз. Одан кейін мына екі жаңағы узор болып еді ғой, соны да осылайынан аяқтамаймыз. Ал енді мына төртеуінің басын біріктіріп шығарамыз. Тағы бос бір ілмек аламыз. Мынау екі арттырма болды ғой, арасында бір ілмекті бағанмен осы мына біреусіне үш арттырма жасаймыз. Біреу, екеу, үшеу. Ортасына бос ілмек тоқып, келесіне тағы да арттырма үшеу. Біреу, екеу, үшеу. Одан кейін тағы бір бос ілмек алып, мына екеуін басын біріктіргенді біреу қылып аламыз. Басын аяқтамаймыз. Келесі бір ілмекті бағанды алып, басын аяқтамаймыз. Және үшіншісі мына басын біріктіріп, төртеуін басын бір-ақ шығарамыз. Одан кейін екі арттырманың біріншісіне екі арттырма жасаймыз. Екі арттырма болғанда бір арттырма. Одан кейінгісіне за заднюю стенку бір ілмекті баған болып тоқылып кетеді. Мінекей. Үсті тоқылады. Мына бетінен узор шығып келе жатыр, мына осындай. Енді әрмен қарай дәл солай жалғастырып кетеміз. Косичка жаңағы бұл жор тігінен тоқылады. Косичка өзі біресе осылайынан жаңағы қисығынан, біресе тігінен осылайынан тоқылып кете береді. Артқы ой ешқандай өзгерусіз. Мына узорды дәл осылайынан тоқисыздар. Солай тоқып жетінші қатарды аяқтаймыз. Жетінші қатарды аяқтадық. Енді 8-ші қатарға келдік. 8-ші қатарының басын мен тоқыдым. Жаңа косичканы уже сіздер білесіздер. Бір қатар жаңа оң болса, келесі қатарда уже екі ілмекті бағанмен алмасып отырады. Енді 8-ші қатарда мына узорды листочек, жапырақтардың узоры, өрнегі, осыны қалай тоқимыз? Артқы ілмегіне бір ілмекті бағаннан тоқып алып келеміз. Арттырмаға дейін. Сол арттырманың біріншісі, яғни
арттырмасыз артқы за заднюю стенку тоқылады да, ал екіншісіне за обе стенки екі ілмек, бір ілмекті бағаннан арттырма болады. Яғни біреу тоқыдық және екеу тоқыдық. Одан кейін, так, дальше қалай? Дальше біз сразу мынау ешқандай жерді алмай, мынау үш арттырма бар ғой, сол үш арттырмаға сразу көшіп кетеміз, ешқандай ілмек жасамай. Бірінші ілмекті бағанға біреу тоқимыз, келесіне үш арттырма жасаймыз. Ортаншысына біреу, екеу және де үшеу. Одан кейінгісі бір ілмекті баған. Дана ортасында үш. Так. Кейінгісі бір ілмекті баған. И осы жерде бір бос ілмек. Ортасындағы бос ілмек бар ғой, соған бір ілмекті баған тоқимыз. Қайтадан бос бір ілмек аламыз. Біріншісіне бір ілмекті баған. Екіншісіне үш арттырма. Біреу, екеу және де үшеу. Келесі бір ілмекті баған. Және де сразу мына екі арттырма болды ғой. Мынаның бәрін тастап, ортасындағылар екі арттырма болғанның біріншісіне тағы да арттырма. Енді әрмен қарай қалған екіншісіне за заднюю стенку бір ілмекті бағаннан тоқып жалғастырып кетеміз. Ары қарай дәл осылай, осы жағында жаңа келесі міне. Осы аяқ жағында осылай басын қалай басадық, дәл солай тоқимыз. Ортасы ешқандай өзгеріссіз, білесіздер. Достар, мен өзімнің 8-ші қатарымды аяқтап, одан кейінгі жаңағы тағы да 3 қатар тоқып алып келдім. Тоқып аяқтадым. Озорда схемада бізде 10-ші қатарға дейін көрсетілген ғой, сонда біз бірінші қатарды санамағанда 10 болады да, ал біріншісімен 11 қатар. Сонда менде 11 қатарымды тоқып алып келдім мінекей. Енді бізге полный осы кеудешені аяқтағанша дейін тағы да 4 қатар қажет. Яғни 4 қатар, тағы да міне бір жапырақша, бір жапырақшаның узоры 4 қатарымен аяқталынды. Екінші жапырақшаның аяқталыну тағы да 4 қатармен аяқталынды. Енді тағы да 4 қатар бір жапырақшаның яғни узорын тағы да тоқып алып келеміз. Схемада бәрін түсінесіздер деген ойдамын. Сонымен осы видео аяқталынады. Келесі бөлімде кездескенше, келесі бөлімде қалғанын жалғастырамыз.